бөлшектер және дұрыс бөлшектер. Бұрыс бөлшектер мен және дұрыс бөлшектер ары қарай аралас сандарға айналдыру. Бұрыс бөлшекті аралас сандарға. Яғни бөлшек негізгі қасиеті бөлшек дегеніміз дұрыс бөлшек. Яғни екіге бөлінеді. Жай бөлшек. Бірінші, дұрыс бөлшек деп бөлінеді. Және бұрыс бөлшек. Бұл тақырып өте оңай. Сіздер көбісіңіз жақсы түсінуіңіз тақырыпты. Енді бір қайталау үшін есіңізге түсірейік. Екінші тоқсанда бұл ақпаратты біз ары қарай өрбітеміз, ары қарай жұмыс жасаймыз. Дұрыс бөлшек дегеніміз біз айттық. Егер бөлімі, жазып қояйын, мына жерге А бөлімі және алымы. Егер бөлімі алымынан үлкен болатын болса, бұл дұрыс бөлшек. Егер бөлімі, немесе керісінше, алымы бөлімінен үлкен болатын болса, ол бұрыс бөлшек. Яғни дұрыс бөлшектерді жазамыз. 4-тен 1, 3-тен 2, 8-ден 7, 9-дан 7. Яғни көрдіңіздер ғой, бөлімі 4-тен үлкен. 4 үлкен 1-ден, 9 үлкен 7-ден, 3 үлкен 2-ден, 8 үлкен 7-ден. Яғни бұл дұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекке қарайды. Бұрыс бөлшек, бұл бұрыс бөлшек дегеніміз керісінше алымы үлкен болу керек бөлімнен. Мысалы 7-ден 19, 8-ден 15, 7-ден 22, 10-нан 23, 1000-нан үлкен санадан 2025. Мынау бұрыс бөлшектер. Алымы үлкен бөлімнен, алымы үлкен бөлімнен, алымы үлкен бөлімге қарап, алымы үлкен қарағанда бөлімнен. Енді ары қарай біз осы сонымен дұрыс бөлшектер жаттық. Ары қарай біз жұмыс жасаймыз. Мысалы, бұрыс бөлшектерді ары қарай біз аралас санға айналдырамыз. Яғни бұрыс бөлшегіне мына жақпен жұмыс жасаймыз, аралас санға айналдырамыз. Мысалы, ары қарай кеттік, осы есептер сандармен жұмыс жасайсыздар, мынаны кішірейтесіздер. Мына санды жазып алайын. 7-ден, оқулмада көңіл ойламызды, 7-ден 19 тең. Аралас санға қалай айналдырамыз? Өзіміздің өткен бөлу деген таңба бар ғой, соны есімізге түсіреміз. Мына чиновник есептейін, 19 бөлу 7. 19-дың ішінде 7 неше рет қайталанады? 19-дың ішінде 7 2 рет қайталанады. 2 бүтін азайтам, мәйтін көбейтем, маған қалдық керек. Қалдық керек, сонда 14 қалады, 5 қалдық. Яғни қараңыздар, мына қызылып қояйын, түсіну үшін өйткені орнын ауыстырып айтып жатсыздар. 2 бүтін 2 деп тұрған санды мен мына жерге жазамын. 2 деп. Бөлшек сызам. Бөлшек сызам. Мына қалдықты мен төбесіне жазамын. Ал бөлім ешқашан өзгермейді. Сондай оқулыма көңіл аударыңыздар. 2 бүтін 7-ден 5. Ары қарай келесі сан. Осымен жұмыс жасайық, начинайық, тұра берсін керек. 8-ден 15 тең. 18-дің ішінде 5 неше келсе тура осылай бөліп көреміз. 18-дің ауызша шығарасаңыздар тіпті тамаша. 18-ді 5-ке бөлеміз, 3 рет кездеседі. Азайтам 15, 3 қалдық қалды. Қайтадан домалақтаймын, қызыл қылам. Мына бүтін сан алдына түседі. Қызыл қылып жазып қойдым. Ары қарай бөлшек сызам. Мына қалдық, бұл бізде сары болсын. Мына қалдық, бұл төбеге кетеді. 3 қалдық. Мына бөлімі ешқашан өзгермейді. Ол өзінің түсі ретінде қалады.
түсінікті ғой не істеп жатқанын. Ары қарай 7 деген мынау бізге келген емес, мына жағынан жұмыс жасап жатырмыз. 7-ден 22. Мынандай есеппен тағы шығарасыздар, иә? Үстемен ыңғайлы боласың. Или өзіміз шығарамыз. 21-дің ішінде 7 3 рет кездеседі. 3,7-ден 22-ден 21-ді азайтам, 1 қалдық қалады. Келесі ары қарай 10-нан 23 тең. 23-дің ішінде 10 2 рет кездеседі. 2 жердегі 10-ның 20, яғни 2 рет кездессе 2 бүтін болады. 10-ды астына жазайық. 23-тен 20-ны азайтсам 3 қалдық қалды. Ары қарай 1000-нан 2025. 2025-тің ішінде 1000 2 рет қайталанады. 2 бүтін 1000 өзгермейді. 2000 болса 2025-тен 1000-ды азайтып, 2000-ды азайтатын болсам 25 қалдық қалады. Түсінікті ғой? Түсінікті. Бұл тақырып оңай. Главное, түсініп отырып қабылдасаңыздар, ақпарат түсінікті жеткізіліп жатырсыздар. Сонымен бұрыс бөлшектер. Дұрыс бөлшекті өттік, бұрыс бөлшекті өттік, бұрыс бөлшекті аласың. Тағы да бірнеше практикалық есептер болады. Сол бойынша ары қарай жалғастырамыз.